елім дегендер қамын жегендер. Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидаттарды ұсыну бүгін басталып, 28 сәуірде кешкі сағат 6-да аяқталады. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының жиналысында айтылды. Комиссия өкілдерінің сөзінше президенттің кезектен тыс сайлауы Қазақстан заңнамаларына сәйкес жарияланған. Ал ел бойынша дауыс беруге құқылы азаматтардың саны 11 815 000-ға жуық. Демек, әрбір кандидат сайлауға түсу үшін 118 000-нан астам қолдаушысының қолын жинауы тиіс. Тіркеу 11 мамырға дейін жалғасады. Сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары үміткер тіркелген күннен бастап жүргізіледі. Баспасөз мәслихатында журналистер Женевада 3 жыл жұмыс істеген қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев президенттікке түсе ала ма деп сұрады. Әзірге шет елде жұмыс істеген нақты кандидаттың жоғын меңзеген төраға сауалға былай деп жауап берді. Сіздің сұрағыңызға қойған ол дұрыс емес, себебі бұл арнайы отырысында қараймыз. Егер сондай бізде кандидат болса, қазір конкретный вопрос бізге қойға болмайды. Жалпы, егер осы біздің күнтізбелік жоспарда бүгін біз қабылдадық, сол туралы сұрай беріңіз, соған жауап береміз. Қазақстандағы ақпарат құралдарында Тоқаевтың сайлауға түсуіне болады деген әділет министрінің орынбасары Наталья Панның сөзі де тарады. Ол Тоқаев шетелде Қазақстанның тапсырмасымен жұмыс істегенін айтқан. Мәжіліс спикерінің орынбасары Гүлмира Исимбаева да Тоқаевқа ешқандай құқықтық шектеу жоқ деді. Айта кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 2011-2013 жылдары Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры болған. Конституция бойынша Қазақстан президенті болып соңғы 15 жыл елде тұрған азамат қана сайлана алады. Президент сайлауына кандидаттарды ұсыну бүгін басталып кетсе де, әзірге ешқандай саяси партия нақты үміткерін атамады. Нұр Отан партиясының орталық аппаратына барып, жиын ұйымдастырған бұрынғы президент партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевта сайлауға кімді ұсынатындарын айтпады. Ол съезд өткізіп кандидатты анықтауымыз керек, сайлау ел заңы мен демократиялық нормаларға сай өтуі тиіс деді. Кеше уақытша президент Қасым-Жомарт Тоқаевта алдағы сайлаудың таза, ашық, әрі әділ өтетініне кепіл болатынын айтқан. Президенттің бұл уәдесіне орай әріптестерін парламенттегі фракция жетекшілері мен депутаттардан науқанның жариялы әрі әділ өтуі үшін билік не істеу керек деп сұраған, жауап мынадай болды. Кедергі жасамаса болды. Ал қалғанын орталық сайлау комиссиясы өзі шешіп береді. Және жергілікті органдар, атқарушы органдардың тарапынан түсіністікпен қарау керек. Ол халық үшін керек. Өтірік жазған цифр қажет емес. Халықтың сайлау нағыз тура шынайы, халық осы дауыс берді екендігін анықтау үшін қажет. Билік түрлі жолдарменен мынандай кедергі оған ұнамайтын, оған ыңғайсыз үміткерлерді сайлау үрдісінен алып тастады. Біздің өтінішіміз, біздің осы талабымыз деп айтуға болады шығар. Осы сайлауды адал, ашық, мөлдір ережесімен өткізу. Бұрынғы сайлау кезінде де бізде арнайы комиссия жұмыс істеді, сайлаудың әділ ашық өтуін бақылайтын. Сол дәстүр әлі де ары қарай да жалғасады. Чтобы никаких фальши, обмана, лукавства нельзя допускать в выборах. Тем более выборы главы государства. Азаматтық қоғамда журналистер болсын, ақпарат құралдары болсын, осы бір көшіміздің түзу бағытымыздың баянды болу үшін, бір үмітінің ақталуы үшін, бүкіл заңдылық сақталуы үшін соған атсалысады деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі таң демократиялық құндылықтардың ерекше дамыған кезеңі ғой. Что может сделать власть? Только обеспечить это и все. Все механизмы на это есть. В принципе, указания президента есть. Я думаю, что никто не посмеет нарушить это указание. Билік тарапынан әрине алдымен әділ өтуіне, нақты өтуіне өздерінің қадамдарын жасайды, қала берді. Біздің мынау жұртымыздың, еліміздің одан әрі саяси сауаттандыру үшін нақты қадамдар бастау керек деп ойлаймын. Парламентте халық атынан сөз сөйлейтін депутаттардың пікірін тыңдадыңыздар. Ал бұл сұраққа сайлаушылар не дейді екен? Тағы бір сауалнамаға назар аударайық. Жалпы сайлау өте әділ өту керек. Мен сол үшін ғана. Енді арғы жағы не болатынын білмеймін, бірақ халықты сұрау керек, халықтың пікірін білу керек. Бәрі әділдік болсын. Халықпен санасын, халықпен айналасын санасын. Халық білмей бұл өздері бәрін шешейін деп тұр. Көрдіңіз бе? Бұл бізде
бәрін біліп отырған, уже қартайған адамбыз, бәрін біліп отырмыз осыны. Ну, как обычно, выберут президента и будем жить. Нам простому народу-то сильно же ничего не изменится. В общем-то, сильно политика не изменится, как она была, так она и будет. Халықаралық аренада осындай әділ сайлау өтсе, біздің мемлекетіміз демократиялық елдер ретінде кеңінен танылатын болады. Екіншіден, әділ сайлау өтетін болса, президент халықтың тарапынан да, елдің тарапынан да үлкен қолдау таба алады. Әділдік жоқ, әділдік сайлау жоқ. Алдын ала бәрі жоспарланған. Әділдік мүлдем жоқ. Қарапайым халыққа жаңағы қызмет істейтін адам басшы керек қой. Қарапайым халықты көтеретін, былай жағдайын жасайтын. Алдағы сайлаудан әділдік күтем, жариялық күтем. Бізде президент сайлауы әділ өтпейді ғой Қазақстанда. Әділ өтпейді. Әділ өтсе халықтың жағдайы жақсы болады ғой. Сайлау тақырыбы әлеуметтік желіде де талқыға түсіп жатыр. Кейбір қолданушылар бұл тақырып сайлау аяқталғанша желі қолданушыларына 2 ай азық болады дейді. Бұдан өзге де қызықты жазбаларды Жалғас Ертай топтастырған. Бәріне сәлем, желде әлі сайлаудың шуы басылмай тұр. Мысалы, ардагерлер ұйымы, жазушылар одағы сияқты әркелкі мекемелер кезектен тыс президент сайлауы өтуін қолдап жазып жатыр. Ал Гүлжан Ерғалиева Нұрсұлтан Назарбаев туралы фильмде басты рөлді ойнаған актерді президенттікке ұсынайық. Украинадан қай жеріміз кем деп айтыпты. Беркін Садық болса, коммунистердің былықшылығын көрмеген шетелде оқыған 40 жастағы адам президент болсын дейді. Тіпті Бауыржан Серікбаев келесі президентке 7-1 талап қойыпты. Президент бар болғаны 5 жылға сайлансын. Көзі тірі президентке мүсін қойылмасын. Президенттің туыстары билікте отырмасын деп кете береді. Егер нағыз рухани жаңғырған ел болғымыз келсе, келесі басшы осы талаптарға сай болу керек дейді ол. Ринат Рафқат, бұл сайлау дұрыс өту үшін біздің қоғам оған дайын болу керек еді. Біз дайын болмағандықтан билік бұл жолда қоғамның таңдауын ескермейді. Всего предлагается увеличить затраты республиканского бюджета на 38 миллиардов тенге. Республикалық бюджет шығын 38 миллиард теңгеге ұлғайту ұсынылып отыр. 3 жылдық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат енгізген өзгерістер мен қаржы және бюджет комитеті келіседі. Заң жобасы бойынша қорытынды бар. Қолдауларыңызды сұраймын. 2019-21 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын Сенат сәуірдің 4-інде мәжіліске қайтарып жіберген. Ал оған дейін Қазақстанның қаржы вице-министрі 38 миллиард теңгенің 1 миллиарды ендігі тіркеліп қойған жаңа мемлекеттік орган Назарбаев кеңсесін құруға жұмсалады деген.